Сәлем достар, бүгін біз духовкада пісетін өте оңай әрі дәмді тағам дайындаймыз. Оған керек заттар картоп, сәбіз және күркетауық етінен жасалынған шұжықты алдым. Картопымыз бен сәбізімізді ірілеп турап ыдысқа салып, үстіне керегінше татымына қарай тұзымызды, өзімізге жақсы ұнайтын специяларымызды қосып, үстіне кішкене сұйық майымызды қосып, және бір сарымсақты үккіштен өткізіп араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, противенге картопымызды, овощтарымызды саламыз. Үстіне шұжығымызды қойып, духовкада 40 минутта 200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей көріп отқаныңыздай, менде осылай болып пісті. Өте дәмді болды. Әдемілеп салып ұсынамыз. Ас болсын.